Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза. Бүгін осындай сүтке иленетін жұмсақ булочка пісіретін боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Керек заттардың барлығын мөлшерін төменге описанияға қалдырамын. Үлкен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, үстіне ашытқы саласыз, жақсылап араластырасыз. Содан соң үстіне қант саламыз, тағы жақсылап араластырамыз. Содан соң үстіне тұз саласыз, жақсылап тағы бір араластырасыз. Енді осыларын араластырып болғаннан кейін сұйық май құясыз, тағы араластырамыз. Барлық затты салғаннан кейін міндетті түрде толығымен араластырып тұрасыздар. Үстіне 2 жұмыртқаны салдық, қопсытқышымызды салдық, жақсылап тағы да араластырамыз. Біркелкі барлығы араласқаннан кейін үстіне ұнымызды саламыз. Еліктен өткізілген ұнды үстіне салып, жұмсақ қылып қамыр илейсіз. Қамыр жұмсақ болады, артық ұн салмаймыз, қолға жабысқақ болып келеді. Осылай жақсылап барлығын ұнды салып араластырып, қамыр дайындап аласыз. Дайын қамырдың үстіне енді біз май саламыз. Бөлме температурасына еріп тұрған майды саласыз. Осының үстіне уксус құйып, жақсылап араластырамыз. Майымыз бен уксусты араластырып, қамырымызға толықтай жағып, біркелкі осылай әдемілеп аласыз. Қамырдың бетін салафанмен, қол орамалмен жауып, 1 сағатқа толық ашытамыз. Қамыр өте әдемі жұмсақ болып ашып, осындай болып шығады. Мінекей керемет болып шыққан, көтерілген. Енді осыны осылай алып, қолымызбен кішкене ыңғайға келтіріп аласыз, жаңағыдай бөлетіндей етіп, міне домалақ пішінге келтіріп, осылай шетінен әдемі қылып үзіп ала бересіз. Бірнеше бөлшектерге бөліп, осылай дайындап, домалақ қылып дайындайсыз. Табаңызға салып, бетін тағы да салафанмен жауып, 20 минутқа тағы да көтеруге қоясыз. Неге осындай болып тұрады? 20 минуттан соң осылай болып көтеріледі. Енді үстіне жұмыртқаңызды әдемі қылып жағып, барлығын тегістеп жағып аласыз. Жиектерін, жандарын әдемі қылып жағасыз. Бұл беті жылтырлап әдемі болып тұру үшін. Және де кунжут осылай сеуіп шығасыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіресіз. Мінекей біздің булочкалар дайын болды. Өте әдемі, биік, жұмсақ болып шыққан. Осылай үстіне қант ұнтағын сеуіп қойдым. Бұл міндетті емес, сеппесеңіздер де болады. Өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Қонақ келген кезде осылай жасасаңыздар да болады. Ортасынан бөліп, дастарханға қоя бересіз. Сатып алудың қажеті жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен Фариза. Ас болсын.